Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқы салаттардың бір түрі қияр қосылып жасалынған ерекше дәмді салатты ұсынғалы отырмын. Менің арнама жаңадан келіп жатқан оқырман болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Менің арнамнан түрлі тәтті тағамдардың түрлерін таба аласыздар. Ал мінекей достар, ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып аламыз. Қиярымызды, қызанағымызды, мінекей барлығын жақсылап жуып дайындап алатын боламыз. Мінекей тәтті бұрыштарымызды жуып аламыз. Барлығын жуып дайындап алған соң, енді барлық көкөністерімізді турайтын боламыз. Мінекей пиязымызды майдалап, ұзыншалап, жіңішкелеп турап алдық, және сәбізімізде палауға турағандай етіп, жіңішкелеп, ұзыншалап турап алдық. Тәтті бұрыштарымызды солай мінекей жіңішкелеп, ұзыншалап турап алатын боламыз. Қызанағымыздың барлығын бірнеше бөлікке бөліп дайындап аламыз. Олардың барлығын мясорубкадан өткізетін боламыз. Қиярларымызды мінекей дөңгелектеп, жіңішкелеп тураймыз. Мінекей чесногымызды солай дөңгелектеп, жіңішкелеп турайтын боламыз. Мінекей достар, міне қиярымыз, пияз, сарымсақ, сәбіз, тәтті бұрышымыз және қызанағымызды бірнеше ірі бөліктерге бөліп дайындап алған болатынбыз. Енді оның барлығын, қызанақтың барлығын мясорубкадан өткіземіз. Енді қазанымызға отымызды жағып, қыздырып, пиязымызды, сәбізіміз және тәтті бұрышымызды барлығын салып, қуырып алатын боламыз. Мінекей жақсылап қуырып аламыз. Енді осы қуырылғанның үстіне мінекей жаңағы мясорубкадан өткізіп дайындап алған помидорымызды, қызанағымызды құятын боламыз. Мінекей барлығын құйып алдық. Енді осының үстіне қиярымызды салатын боламыз. Міне бұл кадр түспей қалған екен. Міне қиярымыздың барлығын салып алдық. Енді жақсылап қайнататын боламыз. Міне қайнап шыққан уақытта үстіне міне тұзымызды салдық. Түрлі дәмдеуіштерімізді қосамыз. Әркімнің өз қалауы бойынша мен қара бұрыш және лавр жапырақтарын қостым. Енді чесногымызды және мінекей кептірілген укробымызды қосып алдық, және бір кесе мінекей қантымызды қосамыз. Қызанақтың қышқылтым дәмін алып, ерекше бір дәм беретін болады. Мінекей достар, енді осылай қайнатып, жақсылап дайындап алған соң, енді банкамызға құятын боламыз. Банкамызды алдын ала дайындап аламыз. Парлап дайын болған банкімізге барлығын құйып жауып алатын боламыз, және бетін жауып бір күнге қалдырамыз. Мінекей бір күннен кейін осы көрінісі, көріп тұрғандарыңыздай түсі де, түрі де өте әдемі болып шықты. Дәмі де ерекше боларына сенімдімін. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ал достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, жандағы қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.